біз осындай лайфхак түсіреміз. Біз көйлегімізге аптачка қалай тігудің жолдарын көрсететін боламын. Жалпы мен осылай тігемін. Ең біріншіден мынау мойын жақты пішкен кезде кейін примерка жасайсыздар ғой, сол кезде көріп аласыздар. Если ашам десеңіздер, аша бересіздер өздеріңіздің қалауларынша. Енді біз сіздерге дәл қазір қалай тігудің жолдарын көрсетеміз. Бізге ең керекті мата. Мен арнайы басқа мата істедім, видеода жақсы көрінсін деп. Бірақ сіздер өзінің, мынау егерде қандай көйлек болса, өзінің матасынан аптачканы да пішетін боласыздар. Сосын бізге дублерин керек болады. Дублериннің мына жағы клей, мына жағы кәдімгідей қарапайым. Енді осымен бірдей жатқызып, уже мойын жақты ойып аласыздар ғой керегіне, кейіннен барып осылай матаны қойып пішесіздер. Көп нелер көрсетеді осылай қағазда. Бірақ мен өз басым дәл солай жасаймын. Сосын ені 6 сантиметр болу керек. Мұны өзімізге қырқып алдық. Ені 6 сантиметр болу керек. Мен көз шамамен міне 6 сантиметр примерно осылай болады. Осылай. Міне осылай болды. И дублеринді де осындай қырқып аламыз. Мұны қырқып аламыз. Кейінен арқасына да дәл сондай аптачка жасаймыз. Егерде мойын жағына симай қалады, арқасына симай қалады десеңіздер, мынандай капля жасасаңыздар болады. Давайте капля көрсетейін сіздерге, қалай жасау керек екенін. Мына жерге біз осылай қырқамыз. Сол кезде детский көйлек кисеңіздер, мына жерге сиятын ортасы. И тоже 6 сантиметр болса, мынамен бірдей біріктірген кезде мынамен бірдей болу керек. Ал мына жерде кішкене көбірек. Мына кішкене көбірек болады. Ал иық жақта мынамен бірдей болып кетеді. Вот аптачка осылай болады. Мінекей бізде мынаусы мынамен бірдей болды. Мынаусы мынамен бірдей болды. Енді дублеринді де аптачка қалай болса, дәл солай қылып қойып пішіп аласыздар. Енді утюгке барып дублеринді жабыстырамыз. Мінекей қыздар, біз дублерин аптачкамыздың бәрін дублерин жабыстырып, оверлок жасап тастадық. Енді осылай қойып, қалай жатқан болса, осылай қойып түсіріп аламыз. Мұны қалай жатыр, солай. Енді машинкада 0,5 пен тігеміз.
Енді мынаусын. Ине іште қалды, қараңыздар, е. Аптачкаға дублерин жабысқан кезде мата кішкене деформация болады, сондықтан қойып сүйреген жақсы. Сол кезде жақсы жатады көйлегіңіз. Кейде дублериндер отырады. Даже аптачкаға жабыстырғанның өзінде де. Енді мына артығын қырып тастаймыз. Осылай бұрыштарын қырып тастаймыз. Сосын мына жерлерге осылай тіліп аламыз, рассечка береміз деп айтады орысшада. Мінекей, арқасы дайын. Біз мына жерде негізі ішінен бір резинка тігіп жіберуіміз керек еді, ілгек сияқты болады, түймені ілгеші. Бүгінгі менің мақсатым сіздерге аптачка қалай тігуді айтып беру. Сондықтан мен бүгін сіздерге аптачканы айтып жатырмын. Лента тігіп жіберуге де болады, атласный лента. Атласный лента байlasаңыз да болады. Косой бейкадан шнуровка істесеңіз де болады. Байlasаңыздар да болады. Ол уже көйлектің фасонына байланысты. Түйме қоям десеңіздер, сол жерге мынау. Мынаның ішкі жағына, мынау, бұл арқасы ғой, мына капляның ішкі жағына резинка тігіп жіберсеңіздер болады да. Ілгек сияқты болды. Болды, енді бәрін тіліп алдым. Енді келесі мен мына қараңыздар. Мынау осылай жатыр. Аптачка ашамын. Мынау матасы, мына жағыдағы тігісі осы жерде жатып тұрады, қалады осы жерде. И біз осының үстінен 0,1 тігеміз. Вот осылай ашып 0,1 тігеміз. Сол кезде бұның мақсаты, бұл тігістің мақсаты, мына тігісті ұстап қалу.
Вот осылай, мына қараңыздар. Осылай майда қылып 0,1 тігіп жібересіздер. Кейінен осылай үтіктеп жібереміз. Сразу. Арқасында дәл осылай қылып тігеміз. Бірақ мына бұрышқа келген кезде бізде машинкамыз жетпей қалады. Сондықтан жетпей біз арқаға береміз да сосын мына жерден бастап мына бұрыш сонда мына бұрыш тігілмей қалып қояды да. Осы жер тігілді. И мына жерден бастаймын. Капляның өзін тігемін. Мына машинка сиядау деген жерге кірем да. Бұның да тігісі мына саусақтарыңызбен сезесіз. Мынаның тігісі тоже бияққа қарай жату керек. Қайтадан сол бұрышқа жетпей симайды лапка. Артқа береміз. Қайтадан шығарып жіберіп. И мына жерді енді мына жерді тігіп жібереміз. Сонда тоже мұны қараңыздар, жатқызамыз аптачкаға қарай. Машинка сиғанша, барынша тігіп бере беріңіздер. Симайдау деген кезде уже артқа бересіздер да. Жібін шығар жібересіздер, болды. Енді үтікке барып тігісімізді үтіктейміз. Үтіктеген кезде кішкене мына арғы беттегі мата, көйлектің матасы көрініп тұру керек. Оны орысшада перекантовка деп айтады. Сол перекантовкасы көрініп тұру керек. Мына сол кезде тігісіміз әдемі жатады. Мына әдемі жатты. Мына жердегі артық матаны қырқып тастаймыз. Мұнаусында дәл солай. Бұрыштарын шығарып, үтіктеп аламыз. Кейде біреулер капляны алдынан да шығара береді. Енді мына жіпті қырқып тастаймыз. Мына жерінде артық матаны қырқып тастаймыз да, иық жақты қосатын боламыз. Енді мынаны ашамыз. Иықтағы тігісіне тігісін келтіріп, түйрегішті түйреп аламыз. Сосын мына жерді де түйреп аламыз, себебі бірдей қырыққамыз. Оверлокты кейін істесеңіздер де болады. И мына жерді де осылай түйрегішпен түйреп аламыз.
Енді лапканың бойымен мына жерде тіккен кезде түйрегішті алмай тұрамыз. Себебі жылжып кетеді. Міне. Түйрегішті кейін аламыз. Құпиясы осы. Сол кезде ғана тігісі ровно келетін болады. Мен иықтағы тігісті оверлок жасатқан жоқпын, бірақ сіздер алдын ала біріктірмей жатып, осы жерді оверлок жасап аласыздар, я? Немесе жіптері осылай сетінеп тұратын болады, сондықтан алдын ала оверлок жасап аласыздар. Мінекей, қараңыздар. Міне, арнайы түсі басқаша болды, тігісіне келді. Мінекей қыздар, бізде міне аптачкамыз дайын болды. Мына жерде мына көріп тұрғаныңыздағыдай мына бірдей болды, мына жақтың бәрі әдемі теп-тегіс жатты. Мына жерлер шері неғып тұр, әдемі жатты.